Аллаға қарсы шықса, өзіңе қарсы шықса, ата анаңа қарсы шықса, болды жібере беру керек деген қағида негізі. Ол үшін адам өзі амал етіп жүрсе, дінді ұстанып, әйеліне жақсы қарап жүрсе, ақысын беріп, ата анасын сыйлап жүрсе, сонда да ол Аллаға қарсы шығып жатса, жіберуге болады деп ойлаймын. Немесе сен бүкіл әйеліңнің жағдайын жасап, кешіріп, сабыр сақтап, оған көңіл бөліп жүрсең, сонда да саған қарсы шығып жатса, оны жіберуге болады. Немесе ата анаңа қызмет жасап, барлығын істеп, керемет болып сен тәубеңе келіп ше, кемшіліктерін дұрыстап жүрсің, сонда да сенің ата анаңа қарсы шықса, сондай кезде жіберуге болады деп ойлаймын. Ал қазір адамдар сондай нәрселерді істемей, өзі бұзылып, өзі жаңағыда қыдырып, ата анасын сыйламай, әйелін сыйламай жүреді да, бірақ жаңағы